Бәріміз сондай бір жас көрдеміз. Бұрынғы фотоларды қарасаң, наоборот, түріміз онша емес та. Қазір наоборот фотоға түскен адамның шаршатып жібереміз ғой, фотоға түскен адамды. Тағы түсірші. Дұрыс шықпай қалдың, тағы түсірші. Қырымен алшы, былай дұрыстап түсірші. Алыстан алшы, жақыннан алшы деп бар ғой. Еще арықтап түсірші дейтіндер бар ғой, еще бір. Сенің фигураң сондай болса, оны қалай өзгертеді енді құрсын. Еще оның отырып алып функциясымен дұрыстап, бетін былай созып, жақтарын алып, дұрыстап қоясың. Баяғыда білесіздер ғой, фотоға түсіремін деп тұрасың деп бір кадр болды, қалай шықтың, солай қаласың. На всю жизнь. Көзің жұмып қалдың ба, басқа жаққа қарап қалдың ба? Ол кезде удалить ете алмайсың ғой вообще. Ол кезде удалить еткен түріміз білесіздер ме? Фотоның бетін тырнап тастайтын едік қой, бітті болды. Мына жерде мен тұрған болды дейсің, болды рахат. Қалғандардың бәрі бар, сен жоқтың бетін тырнап тастағансың. Ананы ешқай жерде папкадан таппайсың вообще, негізі бір жақсы. Біз жігіттер жағы сондай едік қой, бір шалбар балақынан свитерді шалбарға саласың, шалбардың балағын носкиге саласың. Қазір акасы кең кию мода, қазір кең киіп жүр. Білесің бе, қазір жастар кең киеді, далбарақтап жүрді ғой қазір. Костюмдерін айналдырып 2 рет айналып алса да болады үстеріне. Шалбарлар ауылмен жегеден жүреді. Аяқта кроссовка, қазір костюм шалбарды кроссовкамен киеді ғой. Біздің кезімізде костюм шалбарды кроссовкамен киіп вообще, мынау неғып жүр дейміз ғой, күлетін едік қой. Спортивкамен туфлимен киіп жүрдік қой вообще, ол нормально. Ол кезде. Костюм шалбарды кроссовкамен киген, акасы ненормальный екен ғой бұрын акасы. Шынымен ғой вообще, спортивкамен туфлимен киіп жүрдік қой вообще. Біз спортивканда вообще физраға спорт қалмаймыз ғой. Спортивка керексе, қайдасың? Пойызға мінейін деп атқанда аламыз ғой тек. Тек пойызға бір жаққа кетіп батын, спортивка аламыз. Спорт пионерсен өткен шығар десең. Бұрын қазіргі балдан сұрасың, құрсын заман тыныш қой, неғып далбырақтап жүрсіңдер құрсын. Дұрыстап по размеру кимейсіздер десем, мода дейді. Акасы біздің модамен киінген екенбіз ғой. Бізге ештеңе айтпаған екен ғой, ешкім ештеңе айтпаған ғой сізде осы мода деп. Жастармен сөйлесе алмайсың ғой. Понятно, түсініктері басқа. Цитатымен сөйлейді ғой, цитатымен. Өйткені телефонмен өсіп жатқан балдар ғой. Инстаграм, Фейсбук, тағы бірдеңелер. TikTok дегендер бар қазір. Жастармен тыңдап отырсаң, әңгімелері қызық, тос айтып тұрғанда да сөйлегенде. Жизнь дается один раз дейді. Кетшей құрсын. Не дейді? Родители не выбирают деп қояды. Қой дейді. Баяғыда біз мақалмен сөйлейтін, цитатымен сөйлейді. Жастар түсінбейсің бар ғой. Жастар былай түсінейік, өзіміздің балдарымыз түсінбейміз ғой. Біз өзіміздің балдарымыз түсінбейміз. Біз балдар